Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, құрамында құпия ингредиенті бар шоколадты брауни дайындайтын боламыз. Видеоның маңызды жерлерін жіберіп алмау үшін соңына дейін тамашалаңыздар. Барлық қосатын ингредиенттерімізді алдын ала тоңазытқыштан шығарып қоямыз. Алдын ала ертілген сары майымызға сахарный пудрамызды салып, жақсылап араластырамыз. Ешқандай миксердің қажеті жоқ, венчикпен араластыра береміз. Жұмыртқамызда жылы күйінде болғаны жақсы, оны да жақсылап араластырамыз. Какао қопсытқыш ұнымызды мөлшеріне қарай салып, оларды да жақсылап араластырып, біркелкі масса шыққанша дейін түйіршіксіз араластыратын боламыз. Ал қажетті ингредиенттердің барлығын описанияға төменге жазып қалдыратын боламын, әдеттегідей. Ал достар, рецепттерім ұнап жатса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазақ тілді каналдың дамуына үлесіңізді қосып, достарыңызға да жіберсеңіздер болады. Ортасына құпия ингредиентіміз, ол бананымызды осылай вилкамен жақсылап езіп араластыратын боламыз. Сол кезде өте ерекше дәм беріп, пирогымыз одан сайын дәмдірек болып шығады. Міндетті түрде банан қоссаңыздар, өкінбейсіздер. Ал пирогыңызды дайындар алдында духовкаңызды қосып, қыздырып қоя берсеңіздер болады. Қызып тұрған духовкаға 180 градуста 25 минутта пісіріп алатын боламыз. Кез келген формаңызды майлап пісірсеңіздер болады. Менде дәл осындай форма әдемі болып шығу үшін осындай формаға салып пісірдім. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды, браунийіміз дайын болды. Үстіне шоколад пен сары майымызды ерітіп осылай құйып шықтым. Одан сайын дәмді болып шығады. Және де кез келген присыпкаңызды сеуіп ұсынсаңыздар болады. Ал негізі браунийдің қасына негізі балмұздақ ұсынған дұрыс. Өте дәмді және де әдемі болып көрінеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.